Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Шалқар ауданы Бекежан Сүлейменов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің математика пәнінің мұғалімі Мерманова Мөлдір Сайфул Маликовна. Менің бүгінгі сіздерге ұсынайын деп отырған авторлық бағдарламамның тақырыбы ұлттық бірыңғай тестілеудегі математикалық тапсырмаларды шешудегі негізгі құпиялар. Авторлық бағдарламаға жолы тоқтала кететін болсам, авторлық бағдарлама ОБТ-дағы математикалық тапсырмаларды шешудің негізгі құпияларын ашуға үйретеді. Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелерін жақсартуда бұл бағдарламаның ерекше құндылығы оқушының қабілетіне бағытталғандығында. Яғни әрбір оқушымен деңгей бойынша тапсырмалар берілген. Ұлттық бірыңғай тестілеудегі математикалық тапсырмаларды шешу барысында оқушылардың тиімділікке қол жеткізуі үшін арнайы әдіс тәсілдерді, құпияларды меңгеруге арналған. Ал бұл бағдарламаның негізгі мақсаты ұлттық бірыңғай тестілеудегі математикалық тапсырмаларды шешу барысында оқушылардың нәтижесін жақсартуға бағытталған арнайы тәсілдер мен құпияларды үйрету. Бұл мақсатқа біз мынандай міндеттерді орындау арқылы қол жеткіземіз. Тез шешім қабылдау қабілеттерін жетілдіру, уақытты тиімді пайдалануды үйрету, қателіктерді түзету әдістерін меңгерту, формулаларды жаттауды үйрету, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, тез шешім қабылдау қабілетін жетілдіру, есептерді тиімді шығару тәсілдерін меңгерту. Авторлық бағдарламаның негізгі бағыты ОБТ-дағы математикалық тапсырмаларды шешуге бағытталған, нәтижені жақсартуға бағытталған арнайы әдіс тәсілдерді қамтиды. Тест тапсырмаларына талдау жасау және қатемен жұмыс жасау, оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға арналған арнайы тапсырмалар жиынтығын пайдалану. Авторлық бағдарламаның бағыты ұлттық бірыңғай тестілеудегі математикалық тапсырмаларды шешуге бағытталған. Бағдарламаның жаңалығы жаңа әдіс тәсілдер мен құпияларды қамтиды. Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға арналған арнайы есептер, тапсырмалар берілген. Ал өзектілігі ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалу барысында оқушыларға көмек көрсету үшін маңызды математикалық тапсырмаларды шешудің негізгі тиімді әдіс тәсілдерін үйретеді. Енді бұл авторлық бағдарлама бізге нені береді? Яғни мынандай күтілетін нәтижелер қандай? Тез шешім қабылдау қабілетін арттырады оқушылардың, формулаларды жаттау қабілеттерін арттырады, уақытты тиімді пайдалануды үйретеді, логикалық ойлау қабілеттерін дамытады, тест тапсырмаларына талдау жасауды үйретеді және қателіктерді түзету әдістерін меңгертеді. Авторлық бағдарламаның мазмұны: тұрақталу мазмұндық бөлім, нормативтік бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім, қосымша, қысқа мерзімді жоспар, тест тапсырмасы және пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, бұл берілген авторлық бағдарлама 6 бөлімнен құрастырылған. Сандық есептер және алгебра, теңдеулер және теңсіздіктер, ықтималдық және статистика бөлімі, функция және оның графигі, геометрия бөлімі, дифференциалдық және интегралдық есептеулер. Яғни бұл бөлімнің әрқайсысында жеке-жеке тақырыптар қамтылған. Ол тақырыптардың әрқайсысында оқушыларға меңгеруге тиісті арнайы мақсаттар көрсетілген және сол мақсатқа қол жеткізу барысында тапсырмалар жүйеленген. Авторлық бағдарлама оқушылардан алған білімдерін қорытындылау және тексеру бағытында бірнеше жаңаша әдіс тәсілдерді қолдануға үйретеді. Padlet, Learning Apps, Quizzes, Ganra әдістері арқылы оқушылармен кері байланыс жасауға болады. Оқушыларды бағалау критерийлеріне тоқталып кететін болсақ, бұл критерий негізінен 5 бөлімге бөліп қарастырылған. 9-10 балдың аралығында күрделі есептерді шешкен оқушыларға қойылады. 7-8 балл тапсырмаларды орындау барысында қателік жіберген, бірақ өзі түзеткен оқушыларға, 5-6 балл тапсырмаларды талдауда белсенділік танытпаған, қателіктер жіберген, 3-4 балл белсенділік танытпай қосымша тапсырмаларды орындамаған оқушыларға, 1-2 балл ешқандай қызығушылығы жоқ, есептерді шығаруда қателіктері көп оқушыларға қойылады. Қосымша бөлімінде мектеп қабырғасынан тыс қамтылмаған тақырыптар айтылады. Күрделі теңдеулер айтатын болсақ, функционалдық теңдеулер, интеграл, ықтималдық есептер, стандарт теориясының есебі, тригонометриялық теңдеулер, комплекс стандарт, ықтималдықтар теориясы және стереометрия есептері қамтылады. Бұл бағдарлама жылына 34 сағатқа есептелінген, аптасына 1 сағат көлеміндегі қысқа мерзімді жоспары көрсетілген. Бұл авторлық бағдарламаны жазу барысында мен мынандай әдебиеттер пайдаландым. Бұл пайдаланылған әдебиеттердің ішінде біздер көбінесе жоғарғы кластарда
есептер шығаруға бағытталған геометрияның стереометрия бөлімі және жоғарғы математика есептері қамтылғандықтан, сол жоғарғы математикадағы күрделі есептерді шешуге бағытталған құпия әдіс тәсілдерді меңгерту үшін тапсырмалар жиі алынды. Назарларыңызға рахмет.